Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін бастау бизнес жобасының бірінші модуль сұрақтарына жауап беріп өтейік. Бірінші сұрақ: бастау жобасының мақсаты қандай? Ауыл тұрғындары үшін нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту дейді. Екінші: перспективті кәсіпкерлік идеяларды қолдау. Үшінші: шағын орта бизнес стартаптарын мемлекеттік қолдау шараларының көмегімен қаржыландыру алу. Төртінші: кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тарту арқылы халықтың экономикалық белсенділігін арттыру. Осы вариант бізде төртінші вариантымыз дұрыс. Себебі келесі екінші сұраққа келсек, кәсіпкер өзінің таза пайдасы осы айдың соңына дейін 500 мың теңгеге дейін жетеді деген мақсат қояды. Бұл қандай мақсат? Нақты уақыт бойынша анықталған, қолжетімді, бақыланатын. Бұл кезде сіздерге таза пайданың айдың соңына дейін де уақытын айтып тұр және нақты сумасын айтып тұр. Сол себептен нақты уақыт бойынша анықталған деген вариант дұрыс. Келесі сұрағымыз: адал кәсіпкерді сипаттайтын критерийді таңдаңыз. Қолдарды, мөрлерді, құжаттарды қолдан жасау дейді. Олай жасауға болмайды. Екінші: кредитті өтегенге дейін жеке кәсіпкерлікті жабу. Үшінші: кредитті мақсатты пайдалану. Төртінші: салық төлеуден жалтару. Кредитті мақсатты пайдалану. Дұрыс жауабы. Келесі төртінші сұрақ: кәсіпкерлер мен басқа адамдардың басты айырмашылығы. Олардың ойлаудың үш ерекше қасиеті бар. Олар сабырлы, еңбекқор және пайда іздеуші. Екінші вариант: белсенді, жауапты және нәтижеге бағытталған. Үшінші: құзыретті, жауапты және үнем біліктілігін арттырады. Төртінші: сенімді, табанды және пайдаға ұмтылу. Белсенді болу керек, жауапты және нәтижеге бағытталу керек кәсіпкердің басты мақсаты. Келесі бесінші сұрақ: уақытты басқару. Бұл бірінші: еңбек ресурстарын есепке алу, бөлу және жедел жоспарлау. Материалдық және ақпараттық ресурстарды есепке алу, бөлу және жедел жоспарлау. Үшінші: қаржылық ресурстарды есепке алу, бөлу және жедел жоспарлау. Төртінші: меншікті уақыт ресурстарын есепке алу, бөлу және жедел жоспарлау. Осы төртінші сұрақтың жауабы уақытты басқаруға сәйкес келіп тұр. Келесі сұраққа өтсек, алтыншы сұрақ: Парето принципі жалпы түрде келесідей тұжырымдалған. 60% күш, 40% нәтиже береді. Екінші: шығындар табысқа сәйкес келеді. Үшінші: 20% күш, 80% нәтиже. Төртінші: 50% күш, 50% нәтиже. Парето принципі бұл, яғни 20% күш, 80% нәтиже. Жетінші сұрақ: бастау жобасы бойынша оқуға қатысушы қандай жағдайларда оқудан шығарылады? Бірінші: қорытынды тестілеу қорытындысы бойынша сұрақтардың жалпы санының 70%-нан артық емес оң жауап алған жағдайда. 3 реттен артық емес. Екінші: аралық тестілеу кезінде сұрақтардың жалпы санына 70%-дан аспайтын оң жауап алған кезде. Үшінші: түсу тестілеуінің қорытындысы бойынша сұрақтардың жалпы санының кемінде 70%-ы 3 реттен артық емес оң жауап алған кезде. Төртінші: аралық тестілеу кезінде сұрақтардың жалпы санынан кемінде 70% оң жауап алған кезінде. Бірінші нұсқамыз дұрыс бізде. Қорытынды тестте сіздер ең соңынан осы тесттердің барлығынан өткен екен, сабақ біткен кезде қорытынды тесттер бойынша сұрақтардың жалпы санының 70%-нан артық емес оң жауап алған кезде. 3 реттен артық емес сіздер 70%-ға жете алмай қалсаңыздар, оқудан шығарыласыздар, сертификат ала алмайсыздар деген сөз. Келесі 8-ші сұрақ: осы нұсқалардың қайсысы смарт мақсаттарын қоюға барынша қолайлы дейді. Ең дұрыс нұсқаны көрсетіңіз. 30 күнде мен көп ақша табамын дейді. Екінші: осы айдың соңына дейін 30 мың бөлке нан өндіріп, Ақмол дүкені арқылы сатамын дейді. Үшінші: мен торттарды пісіріп, оларды Ақмол дүкені арқылы сатамын дейді. Төртінші: мен шаштаразды ашып, 5 қызмет түрін көрсетемін дейді. Бұл жерде мінекей смарт деп тұр. Смарт мақсатына қолайлы. Осы айдың соңына дейін 30 мың бөлке нан өндіріп,
Ақмол дүкеніне арқылы сататын боламын. Смарт. Келесі 9-шы сұраққа жауап берсек, бастау жобасы бойынша оқуды аяқтау туралы сертификатты келесі қатысушылар алады. Кәсіпкерлік қызметтің жеке тәжірибесі арқылы құзыреттілік деңгейін арттырғандар, оқудан өткен және қорытынды тестілеуді қажетті балдарды жинаған. 3-ші, Атамекен Академия платформасында оқу курсын толығымен өткендер. 4-ші, кәсіпкерлік негіздері бойынша басқа да жеке курстарда оқыған және бизнес жоспар дайындағандар дейді. Яғни, оқудан өткен және қорытынды тестілеуден қажетті балдарын жинағандар. Дұрыс варианты осы болады. Келесі 10-шы сұрақ. Оқуды аяқтау туралы сертификат алған оқуға қатысушы бастау бизнес жобасы бойынша оқудан өтуге құқылы дейді. Жылына бір реттен жиі емес, 3 жылда бір реттен жиі емес, 2 жылда бір реттен жиі емес, 4 жылда бір реттен жиі емес. Яғни сіз бастау бизнес жобасы бойынша сертификатыңыз 3 жылға жарайды. Сол себептен 3 жылда бір реттен жиі емес. Дұрыс варианты. Келесі ең соңғы сұрағымыз 11-ші сұрақ. Смарт бойынша мақсат қою критерийлеріне қай критерий қолданылмайды? Бақыланатын, нақты, өлшенетін, қолжетімді. Смарттың мақсаттары ол өлшенетін, нақты, қолжетімді. Сол себептен бұл жерде артық жауап бақыланатын болып тұр. Осы бақыланатын дегенді таңдаймыз. Біз осы аралық тестілеудің барлық сұрақтарына жауап бердік. Енді тестінің аяқтау дегенді басамыз. Тесттің жауап қорытындысын көретін боламыз. Мінекей, құттықтаймыз. Тестті өттіңіз, сіз дұрыс жауап бердіңіз дейді. 11 сұрақтың барлығы дұрыс. Сол себептен келесі модульге өту дегенді басып, екінші сабаққа өтетін боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мен барлық модуль бойынша сіздердің сауалдарыңызға, сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Комментарийге қалдырып кетіңіздер, ақпаратым пайдалы болса. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де колокольчикті басып қойсаңыздар, ұдайы пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Оның ішінде жеңілдетілген несиелер бар, қайтарымсыз гранттар бар, еңбек-кз порталына тіркелу бар, декретке миллионмен, пенсия жасына лайықты пенсиямен шығу сабақтары, бірнеше пайдалы тегін ақпараттармен сіздермен ұдайы бөлісіп отырамын. Тыңдағандарыңызға рахмет айтамын. Сау болыңыздар. Енді келесі модульге өтетін боламыз. Сәттілік тілеймін. Сіздермен финансист Динара Матенова каналы.